Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз оразаның адам ағзасына пайдасы. Сіздермен болған дәрігер-терапевт Алмат. Жалпы оразаның адам ағзасына пайдасы өте көп. Ораза өзін-өзі басқаруға, жаман әдеттерден азаюға және Құдайға жақындауға көмектеседі. Алайда оразаның пайдасы тек рухани психологиялық аспектімен ғана шектеліп қоймай, денсаулыққа пайдасын да қамтиды. Міне оразаның денсаулыққа тигізетін 11 пайдасы туралы сіздің білуіңіз қажет. Бірінші, бұл организмде токсиндерді кетіруге көмектеседі. Токсиндер біздің айналамызда, ауада, тағамда кездеседі және организмде болатын химиялық процестер мен реакциялардың нәтижесі болып табылады. Бұл токсиндердің көпшілігі адам ағзасында май шөгінділерінде сақталады және ораза кезінде бұл майлар еріп ыдырайды және өзімен бірге токсиндерді арылуға көмектеседі. Екінші, ас қорыту жүйесіне пайдасы. Ораза ас қорыту жүйесін босаңсытады және ағзадағы сұйықтық тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Рамазан айында кейбір адамдар ас қорыту жүйесіне әсер ететін темекі шегуді, алкоголь сусындарын азайтуға және де кофе сияқты сусындардан бас тарту арқылы ас қорыту жүйесіне оң нәтиже көрсетеді. Ораза ұстау арқылы ас қорыту жүйесінің кейбір аурулардың симптомдарын жеңілдетуге болады. Атап айтсақ, рефлюкс, эзофагит, холецистит, панкреатит және тітіркенген ішек синдромы. Үшінші пайдасы. Аллергиялық және тері ауруларын емдеуге көмектеседі. Кейбір зерттеулерде аллергиялық ауруларды, артритті және псориазды, безеу сияқты тері ауруларының симптомдарын азайтуға көмектеседі. Төртінші, қандағы қан деңгейін төмендетеді. Ораза ұстау арқылы қандағы глюкоза азаяды. Бұл инсулинге төзімділікті азайтады. Нәтижесінде қандағы қан деңгейі төмендейді. Бесінші, ағзадағы майды ерітіп ыдыратуға көмектеседі. Ораза ұстау арқылы қандағы глюкоза азаяды. Бұл дегеніміз ағзаға қажетті энергияны алу мақсатында қор ретінде сақталған бауыр мен тері астындағы майды ерітіп ыдыратуға ықпал етеді. Алтыншы, жоғары қан қысымын емдейді. Ораза қан қысымын төмендетудің ең маңызды табиғи әдісі. Холестеринді төмендетіп, атеросклероз қаупін азайтуға көмектеседі. Ал бұл дегеніміз инфаркт, инсульт қаупін төмендетеді. Сонымен қатар метаболизм жылдамдығын және адреналин сияқты гормондардың деңгейін төмендетеді. Бұл қан қысымын төмендетуіне алып келеді соңында. Жетінші, дұрыс тамақтануға ықпал етеді. Медициналық зерттеулер көрсеткендей, оразада өңделген тағамдар мен фастфудқа деген құштарлық азаяды және пайдалы тағамдар жеуге құштарлық артады. Сегізінші, иммундық жүйені нығайтады. Бұрын айтқанымыздай, ораза ағзадағы токсиндер мен майларды кетіруге көмектеседі. Сонымен қатар, адам дұрыс тамақтануына ықпал етеді және осылайша иммундық жүйе айтарлықтай нығаяды. Тоғызыншы, мидың жұмысын жақсартады. Ораза ұстау мидың нейтрофиялық фактор деп аталатын ақуыз өндірісін арттыру арқылы мидың жұмысын жақсартады. Бұл ақуыз Альцгеймер және Паркинсон ауруларын алдын алуға көмектеседі. 10-шы, салмақ азайтуға көмектеседі. Ораза артық калориялар жағуға көмектеседі және бұл салмақ жоғалтуына алып келеді. 11-ші, оразаның пайдасы қатерлі ісік ауруын емдеуге және алдын алуға қатысты екендігі туралы дәлелдер бар. Бір зерттеулер айтылғандай, ораза немесе оразаны имитациялайтын диеталар ағзадағы өсу факторы деп аталатын гормонның деңгейін айтарлықтай өзгерістер әкеледі. Бұл рак клеткаларының өмір сүру қабілетін төмендетіп және осылайша қатерлі ісік терапиясының әсерін жақсартатын орта жасайды. Достар, осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.